Сварка. Сваркамен аккумулятор зарядтау, қуаттау. 10 амперге қою керек, 10 ампер. Ең азына. Нөл болу керек. Минусты минусқа, минус плюс. Плюсты плюсқа. Мынандай не істейді ме? Бірақ өте ұзақ ұстау қауіпті деп ойлаймын, өйткені вольт жоғары. Бір төтенше жағдайда, экстремный жағдайда зарядтап алып қыздыруға болады. Ұзақ қоюға болмайды. Қауіпті. Ескі аккумуляторларға да қауіпті деп ойлаймын. Және де мына аккумулятормен де қайнар деген аккумулятор. Бұл енді машинаның өзінің кінәсінен болды, әйтпесе зарядка бермеген екен. Аккумулятор өте тамаша. Барлық оны пайдалануға кеңес беремін. Қазақстанда жасалған. Өзіміздікі. Арзан және тиімді. 3 жылдан асып бара жатыр әлі. Ешқандай не жоқ. Шағым жоқ. 1 минут, 2 минут, 3 минут па. Осылай үзіліспен сосын мына байқап отыру, банкілері қызбай ма екен. Банкілері қызатын болса, онда ішінде замыкание бар дейміз. Бұл енді кәдімгі арнайы емес, қуаттауға арналған құрылғы емес. Сондай бір қысылтаяң, тез бір жаққа бару керек болса, сондай сол кезде осындай әдіспен. Әйтпесе кәдімгі өз арнайы құрылғымен пайдаланған дұрыс. Ресанта деген шағын ғана сварка.